Сәлем бәріне. Бүгін один домаларға превью жасайтын боламыз. Мен екі түрін жасаған. Финальный түрі қалай жасалған сіздерге көрсетем. Кеттік қалай жасағанымызды көрейік. Бізде бірінші осындай сурет бар. Суреттің фонын қиып тастаймыз. Сосын жалғасты қиып тастаймыз. Себебі бұл жерде біртүрлі түсік болған. Жалғастың басқа суреті бар. Күліп тұрған. Соны аламыз. Мына жерден қарап тұрсаңыз жалғастың түсі келмейді, сол себептен оған спектр коррекция жасаймыз. Баганы көрсеңіз, ана жерде фиолетовый рефлекс бар, яғни жарық. Соны қоямыз. Бұның барлығын кривиги деген бар. Соның көмегімен жасап отырмын. Сосын баганы жаңа суретін қоямыз, екі жаққа қарап тұрған. Сосын баганы ана жерде қара сызық қалды. Оны кетіру үшін біз скопировать етіп қайтадан вставить етеміз. Сосын білдіртпейтіндей размытие жасаймыз. Ісің слойда болды. Сосын қайтадан цвета коррекцияны жасаймыз. Барлығы бірдей түссе келу үшін. Сосын мына жерге қара градиентті қойдық. Тексттер көрініп тұру үшін. Сосын фонды қоямыз. Фонды қойғаннан кейін артқы сары түсті алды. Қызыл сары немесе сары. Артқы фон. Сосын жарықтарды салдым. Одан кейін бізге керек суретке контурный свет. Сол контурный светті саламыз. Сөйтіп біздің біткен жоқ. Кімді гирляндия қойдық. Гирляндияны мен сары түске бояғым келді. Сосын ең соңғы нәтиже осындай. Осындай видео аяқталды. Кішкене алдыңғы видеодан қарағанда нормально монтаж шықты деп ойлаймын. Білмеймін, енді болашақта видео түсіремін ба, түсірмеймін ба, көреміз. Просто каналға тіркеле салып, мүмкін бір қызық нәрсе шығып қалатын шығар.